Сәлем, мен Ермекбай Маржан. Менің жасым 14-те, бишімін. Би үйірмесіне 7 жасымнан бастап қатысып келе жатырмын. Барлық жерде көңілді музыка немесе көңілді адамды тербетер әуен басталған кезде әрбір адамның билегісі келетіні айдан анық. Сол себепті мен би үйірмесін таңдадым. Би үйірмесіне қатысуыма себепші болған ол менің ата-анам. Біз осы 7 жылдың ішінде көптеген байқауларға қатысып, көптеген байқаулардың жеңімпазы атандық. Соның ішінде 2018 жылы Түркия мемлекетіне барған байқауды айта кететін болсам, ол біздің ең алғаш шетелге шығуымыз болды. Түркиядағы балаларды қорғау күніне орай ұйымдастырылған фестивальға көптеген мемлекеттер қатысты. Оның ішінен Қазақстаннан біз бардық, яғни Тараз қаласынан. Қазіргі таңда біз елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында өтетін республикалық номад байқауына дайындық үстіндеміз. Менің ойымша, біз ол жақтан да жүлдемен ораламыз. Әрбір адамға жетістікке жету үшін сабырлық, төзімділік, сонымен қатар алдына мақсат қоя білу көмектеседі деп ойлаймын. Менің ойымша, менің жетістікке жетуіме осы менің қасиеттерім көмектесті. Мен осы Қазақстандағы танымал биші Анвара Садыкованға ұқсағым келеді. Ол кісі биді ерекше эмоциямен және де әрбір қимылды таза істеуге көмектеседі. Би өнері мен өзім кішкентай кезімнен бастап қызыққаннан, мен билеген кезде өзіме бір ләззат аламын. Яғни билеу арқылы мен өзіммен өзім қала аламын, өзімнің ойларымды тиянақтай аламын. Дайынсың ба, Маржан? Қолымызды бірінші қалыпқа қоямыз. Айналма. 1, 2, 3, 4. Толық айналдырамыз қолымызды. Қолымызды екінші қалыпқа ашамыз. Айналдырамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Үшінші қалыпқа қоямыз. Мен әлемге осы қазақтың билерін насихаттағым, яғни танытқым келеді. Себебі қазақ билердің арасындағы ең ерекше әдемі билердің бірі деп санаймын. Сонымен қатар осы біз қазақ билері арқылы қазақ қыздарының баязылдығын, сыпайылығын немесе осы қазақтың салт дәстүрін билер арқылы жеткізе аламыз. Әрбір баланың балалық шағы болады. Менің де балалық шағым осындай бейбіт заманда көтеріңкі көңіл-күймен өтіп жатыр. Мен осындай бейбітшілік орнаған елде туып өскеніме қуаныштымын. Себебі бізде бәрі бар. Тыныш тату өмір сүретін халқымыз, бақытты отбасымыз, сонымен қатар бізді білімге, тәрбиеге үйрететін мектептеріміз бар. Мен барлық балаларға бақытты балалық шақ тілеймін.